Адал азамат мемлекет тірегі. Адал азамат идеясын жүзеге асыру аясында Қазақстанда іс-шаралар кешені қолға алынды. Бұл шаралар адамгершілігі мол, жауапты әрі белсенді азаматты тәрбиелеуге бағытталған. Олардың қатарында волонтерлік қызмет, ағартушылық жұмыс, қайырымдылық, сондай-ақ жемқорлыққа қарсы бастамалар бар. Мысалы, ағартушылық жұмыстың негізгі құралдарының бірі Адал ұрпақ мектеп клубтары. Бұл клубтарда 900 мыңнан астам оқушы тәрбиеленіп жатыр. Олар сыныптан тыс іс-шаралары арқылы адалдық пен жемқорлыққа қарсы мәдениетті бойына сіңіреді. Жалпы мектеп оқушылары мен студенттер Адал азамат бағдарламасының басты қатысушы топтарының бірі. Қамқор, шабыт, смарт бала сияқты жобалар жүзеге асырылып, оқушылардың бойында адалдық, жауапкершілік және патриоттық қасиеттер дамытылады. Жоғарғы сынып оқушылары әділетті қоғам, Адал азамат тақырыбындағы семинар тренингтерге белсенді қатысады. Сондай-ақ балабақша, мектеп, колледждерде Адал азамат тұжырымдамасының идеалдарына сай патриоттық рухта тәрбиеленген, білімді әрі жасампаз ұрпақты қалыптастыру мақсатында Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы іске асырылып жатыр. Оқу бағдарламаларына адалдық пен парасаттылық тақырыптары енгізілген. Бұл өскелең ұрпақтың бойында адалдық пен жемқорлыққа қарсы иммунитетті қалыптастыруға септігін тигізеді. Жастар ұйымдарының белсенділері мен азаматтық қоғам өкілдері таза Қазақстан сияқты экологиялық және тарихи мұраларды қорғауға бағытталған акцияларға қатысады. Бұл бастамалар жастар арасында жауапкершілік пен отан сүйгіштік сезімін қалыптастырады. Адал азамат, адал еңбек ұранымен ұйымдастырылатын іс-шаралар адал еңбектің маңызын дәріптеуге бағытталған. Адал азамат белсенді қоғам атты форумдарда азаматтық қоғамның әділетті мемлекет құрудағы рөлі талқыланады. Қайырымдылық қызметте маңызды бағыттардың бірі. Қиын жағдайда қалған азаматтарға көмек көрсету азаматтық жауапкершілік пен қоғамдағы ынтымақтың жарқын мысалы. Жемқорлыққа қарсы марафондар мен акциялар қоғамда құқықтық сана қалыптастырады. Осылайша Адал азамат идеясы нақты әрекеттер арқылы жүзеге асырылып, Қазақстанда әділетті, адал және жауапты қоғам қалыптастыруға ықпал етіп отыр. Бағдарлама Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.